Армысыздар, менің YouTube тыңдармандарым. Бір сәт әңгімесінің соңғы бөлімін баяндап беретін боламын. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Айтып отырғанының бәрі де дұрыс қой дегендей, жанында отырған медбикеге қарап қояды. Ол шын өтірігі басын изеп қана отыр. Мұның сөзін мақұлдаған көріп Нұркен ашулы сөздерін әрмен жалғастыруда. Аузы жыбырлап келе жатқанымен көлікті қатты жүргізбейді. Куәлігін сатып алмаған, өзі оқып алған, жол тәртібін бұзған емес, бәрін бес саусақтай біледі. Алматы алдында жайылып жатқан ен даладай емін-еркін аралайды. Түкпір-түкпірдегі көшелерді адаспай тауып береді. Осында есте сақтау қабілетінің, ұқыптылығының, жауапкершілігінің арқасында осы жұмыста істеп жүр. Кенет Гауһар тағы да есіне түсіп кетті. Жүрегім деп айтқаны кеше емес, алдыңғы күні сияқты көрініп кетті. Құдайым-ау, бұл тіпті күнне жатасып жын соққан шығар сірә мұны. Жаным Гауһарым, тек ауырмашы. Бұл да өзіне ғана мәлім жүрек сөзі. Балапаны нәп-нәзік назымына тәтті әпермегеніне де біраз болыпты-ау. Бұл өзі балапанын тек ұйықтап жатқанда көріп жүр, иә. Өзінің халі қалай екен? Гауһарын назымын сағынып кеткен енді сезді. Жүрегі тыпыршып үйге қарай ұшқысы келді. Дереу үйге қоңырау шалып, Гауһарға кешке жұмыстан сұранып, ертерек баратынын айтып, жолай Гауһардың сүйікті раушан гүлдерін, назымының сүйікті тәттісін алып, тезірек үйіне барғысы келді. Иә, үйіне. Мұның айрандай ұйыған отбасы, сүйікті жары, ботақаны бар. Бұл расымен бақытты екен. Барын бағаламай, неге мұндай күйге түсіп, отағасы сөзінің құнын түсіріп жүргендігін түсінбеді. Өзі де қатты ұялды. Гауһары мұны жақсы көреді, дәлелі осы уақытқа дейін қабағын шытқанын көрген емес. Не істесе де мұныкі дұрыс деп жүретін. Неге жүретін деп ойлап тұрмын. Ол әлі бар ғой, ол үйде. Ол менің ғана жаным, ол менің ғана алтыным. Ол әрқашанда менімен бірге боламын деді ғой. Ол ойы сан саққа кетті. Кеттік, Нурик. Медбикенің даусын миын жеген ойлардың ішінен мұны суырып алды. Жұмысқа жете бере тағы да бір жедел қоңырау түсіп, қайта жолға шықты. Бұл жаңа ғана Гауһарға қоңырау шаламын деп еді-ау. Қап, қазір жеткен соң бірден қоңырау шалады. Бірден. Қайда барамыз? Қалдаяқ 26, пәтер 203. Қайда? Қалдаяқ? Тағы кім өмірмен қоштасып, кімді соғып кетті екен? Тізгінсіз көліктің бірі. Әлде тағы бір орыстың көзінен шыбын теуіп кетіп пе? Мәнсіз күліп алған екеу тек жолға қарап келеді. Қалдаяқ көшесіне бұрылғанда барып, Нұркен үйдің нөмерін тағы сұрады. 26, пәтер 203. Қанша? Саған не болған? 26, пәтер 203. Көлікті кілт тоқтатқан Нұркен медбикенің қолында қағазды жұлып алды. Иә, өзінің пәтерінің номері жазылып тұр. Көз алдына Гауһармен өткен бар 5 жылы зулап өтіп кетті. Бір сәт бар болғаны, бір секунд оның есін жидырып, қателіктерін көз алдына тізіп жайып салды. Бір сәт барынан айырылып қалу мүмкін-ау деген қорқыныш. Бір сәт өкіндірді мұны, іштей өкіртті. Бір сәт басын тауға шағып, жердің кіндігіне түсіп кетуге шақ қалған сезім. Бір сәт құрдымға кетіп бара жатқан бақыты, бір сәт сұмдық-ай, мәңгі оралмау мүмкін өмірі, бар байлығы естелікке айналу мүмкін бір сәті. Тек бір сәт қана. Гауһарым басқа ештеңе дей алмады. Нұркен, не болды? Айдасаңшы көлікті тезірек, срочно деп қайта-қайта қоңырау шалыпты. Гауһарының Нұрым деген нәзік үнінен басқа ештеңе құлағына естілер емес. Сүйіктісін, нәзік даусын, жылы қабағын, нұрлы жүзін, аялы алақанын, қамқорлығын, бәрін қалай сағынған енді ғана түсінді. Жаны құлазып барады. Мезгілдің қыс, көшенің алғашқы қардан кейінгі көк мұз екендігіне қарамастан, көлікке қанат бітіргендей зулап келеді. Жетті. Тоқтаған бетте рөлге жабысып бір нүктеге қадалды да қалды Нұркен. Қолына тамған су тамшысынан селт етті. Айнаға қараса, көзінде жас іркіліп тұр. Құдды тиіп кетсең, селдей ағар өзендей. Есін тез жиды да, жан таласып көліктен түскен медбикенің артынан бұл да жүгіре жөнелді. Екінші қабатқа көтерілген медбике мұның артынан келе жатқандығына таңданды. Бірақ ештеңе демеді, сезгендей.
Нұркен пәтерінің алдына келіп кідіріп қалды. Шіркін, есігі біздікіне ұқсас бөтен пәтер болса ғой. Ешкімге жамандық тілемеймін, бірақ тек менің гауһарым емес деп тұрған Нұркен кішкентай қыздың шырқыраған даусынан шошып кетті де жанталаса кірді. Медбике біреудің есін жидыра алмай әлек, жанында біреу отыр. Жедел жәрдем сол шақырған болу керек. Нұркен өзінің пәтерін танып тұрса да, әлі де тек менің жандарым емес болса ғой деп тілеп келеді. Әр адымына үміттеніп, бір-екі-үш, жоқ, төсектің арғы жағындағы еңіреп отырған кішкентай қыздың даусын таныды. Балапаным, гауһарым менің. Дәл бағанағы сезім жүрегі қағып, құлағы шулап барады. Гауһарым. Папа, сен қайда жүрсің? Мамам құлап қалды ғой. Тез есін жиып жүгіріп жетті де қан сүлсіз сұлап жатқан гауһарына бір қарап, медбикеге бір қарап, не болды оған, балауса айтшы, не болды деп медбикені жұлқылай жөнелді. Гауһардың Нұркеннің әйелі екенін түсінген медбике жүрегі содан талып қалған. Тезірек ауруханаға жеткізу керек деді. Дабыл сигналы мұның жүрек үніндей бүкіл қаланы басына көтеріп, көшені бойлай ұшып келеді. Тек кетпеші, өтінемін. Дабылмен бірге ішкі үні зарлай келеді. Кетпеші, жалынамын. Жан-жағынан ақ халаттылар қаумалап дөңгелекті төсекпен әкетіп бара жатқан гауһарына қарап тұрған Нұркен бауырына тығылған балапанын одан әрі қыса түсіп, кешірші мені, жаным, деді. Жол бойы есін жиған гауһардың мен шыдаймын, саған ауыртпашылық салмаймын деп ойлап едім деген сөзінен Нұркен көзінен қалай жас парлағанын сезбей қалды. Тек мені тастамашы, тек кетпеші, өтінемін. Бар айтқаны осы болды. Гауһар, Назымның қарны аш, сен де тамақтан. Мен келемін деп қорықпа дегендей сәл жымиды. Жанының бөлшегін алып бара жатқан дөңгелегі еденді сыралға жылжыған төсек ұзай берді. Өз қолымен бақытын ұзатып жатқандай үміті сөніп барады, сөніп. Перденің бір шетінен көзін қытықтап тұрлаған күннің нұры мен мұны оята бастады. Кеше кеш жатқан еді. Сол күнгі оқиғадан кейін аузына ащы суды татпаған Нұркен ол жұмыстан шығып қала ортасынан қала шетіне жер үйге көшіп, өзі кішігірім жеке кәсіп ашқан. Жылқыны байлап, сойып сатады. Ірілеп келе жатқан жұмысы мұны да ұнайтын, өзіне де ұнайтын. Кешегі күні тапсырыс көп болып, тым кеш қауышты төсегімен. Әдетте күнмен таласып тұратындықтан бүгін күн мен бірінші тұрдым дегендей мұны жатқызбады. Күн сәулесіне малынған жатын бөлмелерінің мұнша әдемі безендірілгенін, заттардың сондай ұқыпты қойылып үйлесімділік тауып тұрғандығын енді көргендей. Орнынан тұрмастан көзімен айналасын бір шолып шықты. Ертемен тұрып кеткен сүйіктісін орнын сипап сүйсініп жатты. Бір кезде табаны жыбырлай жөнелді. Бір емес, екі табаны да. Кезек-кезек аяғын тартып қояды, болмады. Орнын атып тұр, төсектің аяқ жағында мұны қытықтап отырған балапанын көтеріп алып, біз ұшақпыз, ұшамыз, армандарды құшамыз деп әуелете жөнелді. Ойынға мәз Назым ішек сілесі рахаттана күліп жатыр. Аяғы жерге тиген бойда әкесін құшақтап алып, папа, сен сондай кереметсің, дәусің, мен сені қатты жақсы көремін деді. Нұркеннің жүрегі елжіреп, балапаным менің, мен сені де қатты жақсы көремін. Жоқ, мен қатты деп таласып, қытықтасып ойнап жатқан екеу. Менің еркелерім қайда екен, кім тәттілерді жақсы көреді, қане дастарханға келіңдер деген дауысқа қарай жарысып жүгіре жөнелді. Қызыл гүлді, көкшіл түсті халат киген, басында ақ орамалы бар періштесін жасырған, іші сәл томпиып, жүзі нұрланып, көзі мөлдіреген аққұба келген ас бөлменің иесін бірінші рет көріп тұрғандай Нұркен жүгіріп барып қатты құшақтап алды. Жаным менің, гауһарым менің, алтыным менің, сенің бар болғаның қандай жақсы деп орнынан көтеріп алды. Қой деймін, қой енді, қазір қолымдағы қасықпен басыңнан салып қаламын, қане түсір мені, қане түсір нұрым деп. Папа, алақай, папа, мамамды шыршы, ұшақ ойнатшы, болмайды Назым, ботақан, нұрым, қой енді, нұрым. Бүгінгі күн ерекше шуақты, әдеттегіден де ерекше басталған нұрлы күн. Себебі мейірімін, үмітін, жақсылығын, қуанышын, бақытын арқалай келген көктемнің алғашқы бақытты күндерінің бірі еді. Әңгіменің соңы. Назарларыңызға рахмет, бақытымызды бағалайық.